Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қамырдағы шұжықтарды, яғни сосиска тесте дайындайтын боламын. Бұл балалардың сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Дайындалуы өте оңай. Қамыр қатпарлы әрі қытырлақ болып, дәмі керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүтті, қантты, ашытқыны салып, араластырып, бетін жауып 15 минутқа ашытуға қоямыз. Ашыған массаның үстіне ертілген сары майды, жұмыртқаны, тұзды салып араластырып аламыз. Одан кейін ұнды електен өткізіп алып қамыр илейміз. Осылай бірінші лопатканың көмегімен, сонан соң қолымызбен илейміз. Жақсылап біркелкі болғанша 5-10 минутта илеуіміз қажет. Достар, алдағы уақытта шығатын видео рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Жақсылап илеп болған қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамыр ашимын дегенше сосисканың қабығын аршып, жуып аламыз. Рецептің толық құрамы мен мөлшерін сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Жарты сағаттан кейін ашыған қамырды бір рет қайырып, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қойдым. Екінші рет ашығаннан кейін қамырды бірден жая бастаймыз. Қамыр столға жабысып қалмас үшін астына ұн сеуіп аламыз. Және қамырды жаюға ыңғайлап осылай күлшелейміз. Жұқа да емес, қалың да емес, орташа қылып жаямыз. Міне қамырды жайып болдым. Енді осында кесетін роликтің немесе пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Ұзынынан жіңішке қылып кесеміз. Мен бір сосисканы ортасынан екіге бөліп алдым. Сосисканы алып, осылай қамырды сыртына орап шығамыз. Қамырдың екі шеті жалбырап кетпес үшін оралған қамырға қыстырып жібереміз. Қамырды орағанда видеодағыдай етіп, бірінің үстіне бірін шығарып орау керек. Сол кезде қамырымыз қатпарлы болады. Барлығын орап болған соң 10 минутқа көтерілуге қойып аламыз. Осылай табаға салып аламыз. Пешке салардың алдында бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт себеміз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20-25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне осымен қатпарлы қамырдағы шұжықтарымыз пісіп шықты. Яғни сосиски в тесте дайын. Достар, міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге ас болсын. Видео рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп пікір қалдырыңыз. Және жаңадан шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр. Бәріңізге сәттілік.